Аллах Тағала өзі айтқандай, олар айтады дейді жәннатқа кірген кезде, барлық мақтау Аллахқа тән. Алхамдулилlah, саддақана ваъдаху. Елшілер арқылы, егер осындай жақсы істесеңдер, жәннатқа кіресіңдер деген уәдесін орындады бізге. Ва урусана ал-арда. Жәннаттың жерін бізге бере салды. Сенікі деді. Натабауау минал жаннати хайсу наша. Енді біз жәннаттың қай жерде барғымыз келсе, сол жерде бара аламыз. Фаниъма аджрул амилин. Имандарына амал негізлегендердің, имандарына амал жасағандардың сауабы неткен жақсы еді дейді екен ата. Осындай мәңгілікке қарай баратқан күйіміз бар, құрметті бауырлар. Осындай қорқыныштан кейін ақыреттегі күтіп тұрған Аллах Тағала мұъминдерге, мұъминдердің жүрегіндегі иманына қуат беру үшін келесі аятында айтады: Осиқаллазина тақау раббахум илал жаннати зумара. Раббыларынан осы өмірде абайлап тақуа болғандарды, Раббылары оларды жәннатқа қарай айдап әкеледі дейді. Жәннатқа қарай айдап әкеледі. Мұсылманның өмір бақи армандаған жәннат алдында кездеседі. Оның бүкіл ісінде, садақасында, намазында іздеген нәрсесі ол. Сол жәннатқа тезірек кірсін деп айдап әкеледі. Сондағы періштелері сондай мейірімді. Уақуля лахум хазанату. Қана есіктердің бәрі ашылады да періштелері саламун алейкум деген сөзбен қарсылады екен. Сәлем сендерге, Алланың сәлемі сендерге. Енді ешқандай қорқыныш жоқ сендерге. Тыйпытуым, шамаларын келгенше жақсылап атқарып беріңдер мұсылманшылықты. Алланың дінін, намазын шамаларын келгенше істедіңдер. Жақсы болдыңдар. Сәлем сендерге. Алла Тағаланың үзілмейтін сәлемі. Фатхулуха холидин. Кіріп кетіңдер тезірек мына жәннатқа дейді екен. Сонда жаңағы жәннатқа кірген мұсылмандардың қуанғаны, сол күні олар бір ерекше алхамдулилланы айтады.